Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Оңтүстік Қазақстан индустриялық-инновациялық колледжі арнайы пәндер оқытушысы Жарылқасын Дінмұхамед Қанатбекұлы. Бүгінгі технологиялық жабдықтар пәнінен топырлы өңдеудің технологиялық мүмкіндігі тақырыбымыз өтеді. Бәрімізге белгілі машина жасау саласында, оның ішінде механикалық өңдеу бөлімінде дайындамаларды өңдеуге негізгі білдектер жатады. Білдектердің 50%-ы топырлы білдектер болып саналады. Топырлы білдектердің 9 түрі бар. Олар бір айналдырықты автоматтар және жартылай автоматтар, көп айналдырықты автоматтар және жартылай автоматтар, револьверлі, кесу бұрғылау, айналма үстелді, топырлық және маңдайлы, көп кескіш, арнайы дайындалған және әртүрлі. Бізге белгілі бұл топырлық станоктардың негізгі мүмкіндіктері келесідей: әртүрлі конфигурациялардың, қораптардың, дискілердің біліктерін өңдеу, цилиндрлік шеткі беттерді бұру, тегістеу, тесіктерді бұрғылау, бұрылыс пішінді конустық беттер, кескіш бұрау, ішкі және сыртқы бұранда салу, тағы басқа мүмкіндіктері бар. Жалпы білдектердің ішінде ең көп тараған түрлері 16К20, 1К62, ГИП 300 сияқты станоктар бар. Біз бүгін 16К20 білдегін қарастырып кетейік. 16К20 білдегінің құрылысы мен сипаттамасы келесідей: ол алдыңғы баптардан тұрады, яғни бұл жерде басқару пульттерінен электр пульт, яғни білдекті өшіріп қосатын пульт, одан кейін патрон, ол шпинделге қатырылған патрон, яғни дайындаманы ұстап тұрады. Одан кейін кескіш ұстағыш, резкодержатель дейміз, қалқан, артқы бабка, яғни артқы бабканың қызметін айта кетсек, ол дайындаманы кесіп бұрғылайды. Жүріс білігі, яғни ходовой вал, жүріс винті, ходовой винт, тұғыр, суппорт кареткасы, науа, рейка, беріс қорабы. Бұл 16К20 білдегінің негізгі мүмкіндігі: бұның максималды диаметрі 400 мм, ал суппорттың үстіңгі бөлігінде 220 мм. Өңделетін дайындаманың максимал ұзындығы шамамен 1300 мм. Электроқозғаушы жетектің қуаты 10 кВт. Бұл дайындаманы жону кезіндегі көптеген әдеттерді шешуге мүмкіндік береді. Айналдырықтың үлкен айналым саны 200 оборот минутына. Яғни бұл бізге үлкен жылдамдықпен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бізге белгілі білдектердің негізгі қызметі бұны дайындаманы кескіштер атқарады. Кескіштер дайындамаға көлденең беріс арқылы жонады. Кескіштердің келесідей түрлері бар. Олар тіліп кесетін, кесіп өтетін, өтпелі иілмелі кескіш, өтпелі тіректі иілмелі кескіш, сол жақты өтпелі иілмелі, кеңейтілген, бұрандары кесетін, сыртқы және керісінше ішкі бұранданы кесетін кескіштер бар. Енді, құрметті оқушылар, сіздерге үй тапсырмасы топырлы білдектің басқа да түрлерімен, мысалы 1К62, ГИП 300 өз беттеріңше ізденіп, танысып, маған Платонс бағдарламасы арқылы кері байланыс жасаңдар. Сонымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.